Сәлем достар, бүгін жасалу жолы өте оңай мексикалық тағам буррито дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріп, мені қолдап, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен пияз бен сарымсақты ұсақтап турап аламыз. Содан соң табаға бір ас қасық сұйық майды қыздырып, пияз бен сарымсақтың жарты бөлігін саламыз. Пиязымызды мөлдір болғанша қуырып, үстіне тартылған етімізді салып, жақсылап араластырамыз. Тартылған етімізді толықтай бөлшектеп болған соң 15-20 минут оттың орташа жылдамдығында бұқтырамыз. Қызанақты төрт бұрышты етіп ұсақтап кесеміз. Томат пастасын жақсылап сумен араластырып, дайындап аламыз. Етімізге тұз, паприка, орегано және де қара бұрышты қосып араластырып, үстіне томатты су пастасын қосып, тағы да 3 минут бұқтырамыз. Етіміз дайындалып жатқан кезде күрішті суға пісіреміз. Ірімшікті ірі үккіштен өткіземіз. Салат жапырақтарын ұзынша етіп ұсақтап тураймыз. Кинзаны да дәл солай ұсақтап тураймыз. Енді бурритоны жинауға кірісеміз. Егер де сіздер тортилья нандарын таба алмасаңыз, лаваштың қалың домалақ түрін пайдалансаңыз болады. Алдымен нанымызға күрішті жайып аламыз. Содан соң тартылған етімізді саламыз. Барлық құрамды кезекпе-кезек үстіне салып отырамыз. Еттен кейін бізде салат жапырақтары, одан кейін фасоль, жүгері дәндері, қызанақ, пияз бен сарымсақ, кинза шөптері және де ең соңында ірімшікті салып, үстіне еттің соусын құйып шығамыз.
Енді тығыздап видеода көрсетілгендей нанымызды ораймыз. Қызып тұрған табаға буритоны салып, барлық жағынан қызартып қуырып аламыз. Осымен біздің мексикалық тағамымыз дайын. Донерге ұқсайтын болғанымен, тағамның дәмі өте ерекше болып шығады. Тағамның құрамында соус болмағанымен өте шырынды болып шығады. Сіздермен бірге болған Асылжан, астарыңыз дәмді болсын.